Ja, biletindериңиз билесиздер, мен осы өлең жазып, акындыктын сыртында аздап ән де жазатыным бар, сазгерлигим бар. Сонун аркасында жазган біраз әндерим бар. Сол әндеримди ар бир әнчилер орундап жүр. Алматыда туратын Саят Нургазин дейтін бауырым бар. Кәдімгі кәсіби әнші, керемет әнші. Жасаған әншілікті берген әнші. Сол бауырыма мен осы жел арқылы танысып, менің ардағым деген әнімді орындағым болады. Оны бұрын осы желдерде жариялағам. Содан осының алдында Алматыға барғанда байланысып, содан өзі іздеп келіп мені алып, Қаскелеңдекен үйдерін алып барып, келіннің қолынан дәм татқам. Содан бір таң атқанша әңгімелесіп, кеңесіп екеміз. Сонда 3 ән орындатқам. Соның біреуін, сол ардағым деген әнді әдейі сол күн тағы да орындаған. Мен өзім камера алып барып, сонымен жазып алғам. Соны қазір сіздер тыңдап көріп, бағасын беріңіздер. Саят Нургазин бауырымның орындауында менің әнім, менің сөзім, ардағым деген жаңа ән қабыл алыңыздар. Асылымда сен едің, бағалымда вай, аққуымда сен едің, маралымда вай. Мен барғанда төгіліп қос бұрымыңа, келуші едің гүл қойнап жанарыңда вай. Жетсем деген жерігім, сен едің ғой керімім. Сөз жетсе де не шарам, қол жетпеді-ау елігім, елігім. Арман болған ақ кербез асыл қалқауай, әнге айналды есімің айта-айта вай. Қол жетпесін білсем де айнал соқтабай, бара бердім аулыңа қайта-қайта вай. Жет алмаған арманым, көз дарбаған бау-бағым. Ән жазсам да өзіңе, дәм жазбады-ау ардағым, ардағым. Жарға сыймай сезімім селдеткенде вай,
еңселдім ау теңіздей тербеткенде вай, сағыныштан ән салдым осылайша бай, боз мұнарға оранып сен кеткенде вай. Гүл жайнаған жамалың мөлдіреген жанарың, қимасам да қайтейін енді сен бол қарағым, қарағым. Қимасам да қайтейін енді сен бол қарағым, қарағым. Ейді. Созып жіберген жоқпын ба? Жоқ. А.